Сәлем достар, бүгін біз балмұздақ жасаймыз. Ол үшін ең қажетті ингредиент ол банан. Мен 3 бананды алдым. Қабығын аршып, дөңгелетіп етіп турап алдық. Егер де сіз көбірек дайындағыңыз келсе, көбірек банан алыңыз. Енді оның үстін пленкамен жауып, тоңазытқышқа 3 сағатқа қоямыз. Уақыт өткен соң осы банандарымызды миксермен немесе блендердің көмегімен шайқап араластырып аламыз. Мен осында 2 ас қасық какао ұнтағын салдым. Сонда шоколадты банан бізде шықты. Оларды формочкаға салып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қоямыз. Бұл балмұздақ барлық адамдарға пайдалы. Өйткені құрамында сливки және қант жоқ. Әсіресе диета ұстап жүрген адамдарға кеңес етемін. Бұл балмұздақ мен ойлағаннан да керемет шықты. Дәмі өте күшті. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Келесі көріскенше сау болыңыз.